Түркістан қаласынан 32 километрде шығыс бөлігінде орналасқан Қарнақ ауылындамыз. Жалпы бұл ауыл несімен танымал десеңіздер, дәл осы ауылда Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіндегі қазандық бөлмесіндегі тайқазан дәл осы ауылда Иран шеберлерімен бірге құйылып жасалған. Ол тайқазанды Әмір Темір Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне сыйға тартқан. Сол себепті біле жүріңіздер, бұл шағын тарих болсын. Тайқазан қай жерде жасалып құйылған десеңіздер, Қарнақ деген кереметтей ауылда жасалынған. Осындай. Осы ауылдың аты дүркіреп тарихта қандай орны бар десеңіздер, әйгілі біздің құнды жәдігеріміз сонау Эрмитажда ұзақ жылдар бойы тұрып, Өзбекәлі Жәнібек атамыздың бастамасымен Түркістанға қайтқан көне жәдігеріміз тайқазан дәл осы Қарнақ деген ауылда жасалынған. Біле жүріңіздер, біз бүгін экскурсиялық топпен бірге бір күндік турымызбен жүріп келе жатырмыз. Қазір біздің баратқан жолымыз Үкашата. Тіркеліп қойыңыздар, тур керек болса хабарласыңыздар.